Кеше, екінші бөлім. Алланың өз есебі бар. Ғайша дәрігер шақыртып, шешесінің бетін бері қаратып алды. Әне-міне өледі деген кемпір тағы да тірі қалды. Бұған балаларының ешқайсысы қуана қоймады. Әсіресе Елеуке мен Гүлжан апаны бағатындарын ойлаған сайын, кемпірді ауырсынып, Ғайша болмағанда бұны буындырып өлтіре салуға әзір тұрғанда еді. Қорықпаңдар, апаны өзім бағамын. Германияға әкетем. Кішкене жақсы болсын. Қалай баққандарыңды көрдік. Апамның үйін сатам. Ем-домына ақша керек. Мына үйді сатуға қойдым, деді бір күні Ғайша аға жеңгесіне. Мұны естіген екеуі шоқ басқандай шошып кетті. Сенің есің дұрыс па? Не оттап тұрсың? Қай бір жаны аши қалды деп едім. Көкейіңді тескен ақша екен ғой. Шеттей бала шағаммен мені далаға тастамақсың ба? Деп Елеукен айғай салды. Ғайша қайтпады. Апам өледі. Мынау даңғарадай үйге ие болып, рахаттанып өмір сүрем деп ойладыңдар ма? Үй апамдікі. Үйді сатам да апамды емдетем. Босқа әуре болмаңдар. Бәрін заң бойынша шешеміз. Еңгезерде еркексің, пәтер жалдап тұрасың. Осыған дейін шешеме масыл боп келген екенсің. Апамның зейнетақысы қайда? Дәрі де алып бермегенсің. Ай сайынғы ақшасын қағып салып, қарап отырғансың. Апамның үстінде ауыстыратын киімі де жоқ. Өлмейді апам. Егер жақсылап қарағанда, ендігі аяқтан тұрып кетер еді. Бұндай халге түскенін білмей қалдым. Бауырларым бар деп, сеніп қалдым деп Ғайша жылап жіберді. Елеукен қарындасынан бұндайды күтпеген еді. Ғайша, сен не деп тұрсың? Үйде шаруаң болмасын. Үйге тиісетін болсаң, менімен соғысасың. Ұқтың ба деп ашудан дірілдеп, қарындасын бетінен ұрып жіберді. Ұра бер, мен сенен қорықпаймын. Апам өзі шешті бәрін. Сөйлей алмаса да бәрін түсініп жатыр. Үйді сатуға келісімін берді, білдің бе? Осыдан тілі қалпына келсе, не көргенін өзі айтып берер. Сол кезде сот алдында жауап бересің, деді Ғайша қаймықпай. Шәңкілдеген жалмауыз, қайдан шыға қалдың сен? Сен болмағанда мұнай біздің атымызға өтер еді, деп Гүлжан ішіне түйіп жүрген шындығын ашып айтып, күйеуіне болысып, қайын сіңілісін итеріп құлатты. Аға жеңгесінің ауыр соққысының астында қалған Ғайша бетін ғана қолымен қорғай берді. Денесіне ащы таяқ тиген сайын намыстан өртеніп кете жаздап тістеніп жатты. Айткүл қызына араша түсе алмай, іштен тынып жатты. Шарасыз қалған кемпір орнынан тұрып, Ғайшаны ауыр соққыдан құтқармақ болды. Бойындағы бар күшін жинап, қолындағы инені жұлып тастап, орнынан тұрмаққа бекінді. Орнынан тұрмаса болмайды. Екі жауыз қызын ұрып өлтіруден тайынатын емес. Бар күш қайратын жинап, қаңбақ секілді жеп жеңіл денесін әрең көтеріп, орнынан тұрды кемпір. Аяғын әр басқан сайын азапқа салынды. Елеуке мен Гүлжан Ғайшаны аяусыз тепкілеп жатыр еді. Әруақ сияқты әппақ болып, алдарында тәлдіректеп тұрған кемпірді көргенде, төбелерінен тас түскендей қалшиып тұрып қалды. Елеуке не дерін білмей, апа, сіз деп, өз көзіне өзі сен алмай тұтықты. Айткүл әлі де сөйлей алмаса да, қолындағы таяғымен Ғайшаны қолтығынан демеп тұрғызбақ болды. Бет аузы қанға малынған Ғайша қуаныштан айғайлап жіберді. Апа, орныңыздан тұрып кеткенсіз бе? Анашым, деп Айткүлді төсегіне әкеліп жатқызды. Төсек тартып жатқан Айткүл өмірге жаңа келгенде күшке қалайша ие болып кеткенін өзі де түсінбей қалды. Бір аяғы төрде, бір аяғы көрде тұрса да, күресу керектігін анық түсінген күйеу осылайша қызын құтқарып қалды. Біраз уақыттан соң Ғайша Айткүл кемпірдің үйін сатып, шешесін Германияға алып кетті. Германияда дәрігер мен медбике жалдады. Ғайша апасының үйін сатқан ақшаның бір тиынын өзіне алмай,
бәрін түгелімен ем-домға жұмсады. Неміс күйеуі болып жатқан жайттарға қарсылық танытқан жоқ. Ол әйелі қандай шешім қабылдаса да қолдайтын еркін ойлы азамат еді. Елеукен болса бір сәтте үйсіз қалды. Гүлжан сөзге келмей екі баласын алып төркіне тартып отырды. Елеукен бауырларына барып еді, әрқайсының үйінде бір аптадан артық тұра алмай, соңында пәтер жағалап ішіп кетті. Тәп-тәуір жұмысынан да айырылып, көше кезген қаңғыбасқа айналды. Арада 2 жыл уақыт өтті. Тәп-тәуір күтім көрген Айткүл аяғынан тұрып, құлан таза айықты. Ғайша аяға ауырлап, дүниеге сәби әкелді. Бұған дейін балалы бола алмай жүрген еді. Анашым, сен біздің үйге құт әкелдің. Жанымда қалқиып қорған болып отыра берші. Маған басқа ештеңе керек емес деп мейірленді Ғайша анасына қарап. Айткүл ұлдарына жақсы тәрбие бере алмаса да, қызын қайсар, күрескер, мейірімді, жомарт етіп өсіргеніне қуанды. Айналайын, бақытты бол, бағың ашылсын, ғұмырлы бол қарағым. Маған жасаған жақсылығың алдыңнан қайтсын. Ананы сыйлағанды Алла сыйлайды деп, бір тал қызын маңдайынан сипады Айткүл. Бұл уақытта Қазақстанның бір түпкірінде Елеукен кеудесінен ызғар өтіп, күрк-күрк шөтеліп, бір бұрышта бүк түсіп жатыр еді. Шешесінің бір ауыз жылы сөзіне зар болып, анасының қадірін енді түсінді. Апа, апау, мен бейбақты кешірші. Мен сенен басқа ешкімге керек емес екенмін. Жалған дүниедегі жалғыз жанашырым өзің екенін кеш түсіндім. Гүлжанның сөзіне еріп, көзім байланды. Сенген әйелім бала шағамды көрсетпей, өзімді далаға қаңғыртып жіберді. Сені тыңдамай, әйелімді жақтайтын едім. Апа, біліп сөйлеген екенсің. Әкемнің жоқтығын білдірмей өсіріп едің. Мен не істедім? Тіпті сені өлтіруге де дайын болдым. Апа, ендігі арманым, сенің алдыңа барып, кешіріміңді алғым келеді. Кешірші мені, апа, мен қатты қателестім деп, өз-өзімен сөйлесіп, еңкілдеп жылады Елеукен. Айткүлдің қалған 2 ұлы Сембек пен Уәлиханның да шекелері шылқи қойған жоқ. Сембектің кенже баласы жүрегі әлсіз болып туылып, тура Айткүл апа секілді төсек тартып, тілге келмей жатып қалды. Уәлихан болса, жұмысында пара алып жатқан жерінен ұсталып, темір тордың ар жағынан бір-ақ шықты. 5 жылға сотталған Уәлихан түрмеде жатып, өткен өмірін ойлап өкінді. Өкінгенмен не пайда? Алла осылайша әркімге өзіне лайық өмір берді. Айткүл бәрін естіп біліп жүрді. Ана жүрегі кең емес пе? Ішінен шыққан шұбар жыландарын сонда да жамандыққа қимай, қолын жайып Аллаға дұға етумен болды. 3 жылдың да опасыз болып өсуіне өзін ғана кінәлауын қоймады. Елге қайтуға әзірге жүрегі дауаламады. Ұлдарының өзіне жасаған қиянаты есіне түскен сайын жанын қоярға жер таппайды. Әрі бұндағы жайлы өмірін қимады. Анасының ақ батасын алған Ғайша бақытты еді. Енді шешесін ешкімге бермейді. Ғайша демалыс алғанда Айткүл елге де келіп қайтар, бірақ тағдыр тәлкегіне қалған. Ұлдарын іздей ме, жоқ па, оны әлі шешкен жоқ. Ауырып жатқан кезінде өзін керек қылмаған опасыз перзенттер жазаларын алып жатса да, Айткүл оларға жамандық тілей алмады.